Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп-гимназия. Қазақ тілі пәнінен қосымша ақпараттар. Жуан дауысты дыбыстар туралы мәлімет. Тілдің кейін жиырылуы арқылы жасалатын дауыстылар жуан дауысты дыбыстар деп аталады. Олар А, баспа түрі және жазба түрі. Алма, О, баспа түрі және жазба түрі. От, О, жазба түрі. Ошақ, А, баспа түрі және жазба түрі. Ыдыс, У, баспа түрі және жазба түрі. Уық, балалар, жуан дауысты дыбыстарды есте сақтасақ, кәне қайталайық. А, О, О, У, А, О, О, У. Қайталайық. А, О, О, У. Балалар, жуан дауысты дыбысты есте сақтайық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сембек.